қазір терминдерді сәйкестендіріп қараңыздар, өзіңіздің жазғаныңызбен. Геосаяси кеңістік мемлекеттің жаһандық деңгейде ықпал ету аймағы. Кімге осындай жауап болды? Мемлекеттің жаһандық деңгейде ықпал ету аймағы. Кімге осындай жауап болды? Ешқайсыңызда жоқ па? Ұлы держава, геостратегия, геосаяси мүдде. Мына жерде сізде негізі сәйкестендірілу керек. Қарайықшы. Геосаяси кеңістік дегеніміз қай жауап? Ықпал ету аймағы. Ұлы держава. Ұлы держава. Ұлы держава. Басқа мемлекетке көп ондай тәуелді емес, ешқандай табиғи ресурс жағынан да, әскери жағынан да. Геостратегия деп отырғанымыз мемлекеттің кеңістік арқылы мүддеге, яғни белгілі бір мақсатқа несі жетуі. Жақсы, геосаяси мүдде. Яғни мемлекеттің кеңістік арқылы мүддеге жету жолдары. Яғни мемлекеттің қауіпсіздігін қорғауға халықтың осы бәрі геостратегия мүддеге жету. Ұпайларыңызды қойып қойыңыздар, сәйкестендіргендеріңіз бір байқайсыздар. Енді тапсырманың бысы. Картамен жұмыс жасаймыз. Жұппен отырып, сіздер картаны ашып, Евразия материгіндегі құрылымындағы 3 геосаяси ыстық нүктені картадан табуларыңыз керек. Картадан тез-тез табамыз да, тақтадан көрсете қоямыз. Қай жұп бірінші болады? Екеуінде бірге қоямыз. Ыстық нүктені, яғни геосаяси деп отырған жаңа айтып қоя. Евразияның ішіндегі ең күшті жаңа айтқан табиғи шикізат, әскери, тағы экономикалық артықшылықтары бойынша болды па? Жақсы. Бір жұп болды. Тағы бар ма? Мына қатарда. Кім шығады? Тақтадан көрсетейікші. Еуропа жеріндегі үш аймақ бұл. Франция, Германия және Ұлыбритания. Жақсы, келісесіздер ма? Келісеміз, Евразия құрылымындағы 3 геосаяси ең ыстық, сен Европаны айтпайсың, Евразия материгінің ішіндегі. Ресей, Қытай, Үндістан. Жақсы, қандай дәлел? Ресей мысалы. Жапонияда дамыған мемлекеттер естірді, мысалы, Ресей әскер жағынан әлемде 2-ші орында алады, Қытайда 3-ші орында алады, Үндістанда сол әскер жағынан мықты мемлекеттер қатарында. Және даму деңгейі бойынша да осы 3 мемлекет үстемдік етіп тұр Евразия. Евразия құрылымындағы 3 ыстық нүкте осы және мемлекеттерде. осы Жапонияны жатқызуға болады. Қай жағынан жатқызасың? Табиғи шикізат жағынан Жапония шикізат жағынан жатпайды. Жатпайды, себебі бұл жақта шикізат қоры өте аз. Қанша пайыз құрайды? Шамамен 1-2 пайыз. 2 пайызды құрайды, ешқандай табиғи ресурсы жоқ, бірақ қазіргі кездегі ең дамыған мемлекеттердің қатарында тұр ғой. Олардың Жапония ең мақсаты сол жерде балаларды шетелге оқытып, осы қайтадан осы елге қайтадан әкеліп, жұмыс жасатып, осы елдің экономикасын әртүрлі инновациялық технологияларды шығарып, білім беру жағынан инвестицияны білімге құйып тұр. Солай ма? Инвестицияны білімге құйып тұр. Жақсы, отырамыз. Оңтүстік Кореяны жатқыза аламыз ғой. Оңтүстік Кореяны жатқыза аламыз. Жалпы бұлардың көпшілігі енді технология жағынан, инновация жағынан алда тұрған. Алда тұрған. батыс бөлігіндегі дамыған елдерді жатқызуға болады. Жаңа мына жерде екінші сұраққа да жауап беріп кеттіңіз, неліктен ыстық нүкте деп саналады дегенге, екі себебін жазыңыз дедік, сол бойынша. Енді барлықтарыңыз ұпайларыңызды қоя қойыңыз, болды отырамын. Ұпайларыңызды қойып шығайық. Себебін түсіндірдік, Тағы да алып қосатындарыңыз бар ма? Бар ма?
Мына жерде Еуразия құрылымында 3 геосаяси ыстық нүктені картадан көрсеттік. Ыстық нүкте деп саналатын не үшін аталып тұр, соның 2 себебін айттық. 2 себебі біз бірнеше себебін айттық. Солай ма? Болдық па? Болдық па, иә? Жақсы, ары қарай. Үшінші тапсырма, енді бұл сіздерде топтық тапсырма. Геосаяси конструктор әдісі арқылы, сіздер мына жерде бірінші топ Қазақстанның геосаяси моделін құрастырасыздар. Біздер жаңа енді дүние жүзі бойынша қарастырып жатырмыз ғой, енді Қазақстанды да қарастырып көрейік, салыстырып көрейік. Бұл жерде сіздер географиялық орналасуы, Қазақстанның геосаяси байланыстар, қандай мемлекеттермен экономикалық, әскери жаңағыдай байланыс жасайды, нені экспорттайды, нені импорттайды деген сияқты. Халықаралық ұйымдардағы рөлі қандай ұйымдарға мүше, және Қазақстанның геосаяси артықшылығы мен тәуекелдері. Осыған тез жауап беріп, моделін құрастырамыз. Сызба ретінде, инфографика ретінде құрастырсаңыз болады. Ал кеттік, екінші топ геосаяси стратегия құрамыз. Сіздер енді дүние жүзі бойынша, бір елді таңдап аламыз. Жаңа біз бірнеше елдерді атадық қой, соның ішіндегі геосаяси жағынан жаңағыдай күшті дамыған, ешқандай тәуекелдері жоқ басқа мемлекетте, сол мемлекеттерді қарасаңыздар болады. Елдің геосаяси мақсаты қандай, оның міндеттері және картадан сіздер көрсетесіздер. 3 стратегиялық серіктесін, мана таңдаған мемлекетіңіз бар ғой, қандай мемлекеттермен серіктес болады, және 2 транзиттік жолы. Транзиттік жол деп отырғанымыз не? Одан транзиттік жол дегеніміз не? Рахман. Көрші мемлекеттермен қай елдермен тығыз байланыс жасайды? Транзит, яғни тасымалдау. Мысалы біз Қазақстан тікелей мұхитқа шыға алмаймыз ғой, Рахман. Каспий теңізі арқылы біз 5 мемлекетке сауда жасай аламыз. Сол арқылы өнімдерімізді Каспий құрамындағы 5 мемлекетке апара аламыз. Мысалы, Дубайдан машина алып жатырмыз ғой, қалай алып тұр? Қалай алып тұрмыз біз ол машинаны? Жоқ, мұхитіміз Каспий теңізін шектесетін елдерге сол Дубайға сол шектесетін елдер қайтып болса мысалы, қай елдерді айта аласыздар? Сол Иранға қарай Грузия. Сосын Каспий арқылы жеткізеді. Жақсы. Ал енді тікелей мұхитқа шыға алатын елдерде мүмкіндік көп па? Мүмкіндік көп негізі, Жақсы. Ал сосын бір геосаяси тәуекел аймағын көрсету керексіздер. Уақыттарыңыз кетті, 5 минут уақыт. Ана негізге берілген ғой. Жұмыс дәптеріңізде. Топпен ақылдасып жіберіп, жауап берсеңіз болады тездетіп, барлықтарыңыз бірігіп. Мына жерде сіз географиялық орналасуы мынандай, геосаяси байланыстар мына елдермен деген сияқты тез ақылдасып айта қоямыз. Қазақстан Еуразияның ортасынан алсам, оны көбісі Еуразияның жүрегі дейді. Европа мен Азияны жақсы. Геосаяси байланыстар туралы. Геосаяси байланыстар қандай мемлекеттермен саяси әртүрлі біздер келісімшарттар, я болмаса президенттердің арасында болады ма? Ал тездеп айта қойыңыз. Інжу айта беріңіз. Қазақстан геосаяси екінші аты Ресейді, Иранды, Қытайды жатқызамыз. Яғни бұл жерде біз мана айта кеткендей Иранмен жаңағы көлік саяси байланыс.
Көлік тасымалдау секілді жаңағы сауда-саттықпен айналысатын мемлекеттер ортада. Біздің Қазақстан қандай мемлекет? Қонақжай, сосын тағы да. Ақылды экономикада Нарықты өтпеліден өтіп кеттік қой, нарыққа қарай. Жақсы, бейбіт, яғни манағы басқа елдермен не? Кикілжіңге біз не емес? Қарсымыз. яғни біз бейбіт жолдағы мемлекетпіз. Дұрыс, дұрыс айтасың. Жақсы, тағы да. Отырамын. Халықаралық ұйымдардағы рөлі де қандай ұйымдарға мүшеміз? Әбілмансұр? Қазақстан біріккен ұлттар ұйымына кіреді. Біріккен ұлттар ұйымына 1992 жылы мүше болды. Бұл елдің тәуелсіз мемлекет ретінде басқа елдерге әлемге танылуымызға үлкен қадам болды. Біріккен ұлттар ұйымындағы рөлі жалпы қауіпсіздік ретінде бейбітшілік. Жақсы, қосатыңыз бар ма тағы? Одан адам ма? Жақсы, отырамын. Қазақстанның геосаяси артықшылығы мен тәуекелдері. Артықшылығы. Геосаяси жағынан қандай артықшылықтары бар? Қандай тәуекелдері бар? Мысалы бізді қоршап тұрған мемлекеттерді қарасаңыздар, үлкен державалы мемлекеттер, Ресей, Қытай, ол жақ бір жағынан бізге қауіп төніп тұр ғой, негізінен. Тәуекел сол. Қандай артықшылығы бар еді? Дархан. Қазақстанның геосаяси артықшылықтары мен тәуекелдері. Жалпы Қазақстан шикізат қорына ең бай мемлекет. Бұл жерде Менделеев кестесінде барлық элементтер кездеседі. Сол үшін де мысалы Ресей мен Қытай осы Қазақстанды көздеп отыр. Қазақстанды көздеп жаулап алуды көздеп отыр. Яғни Қазақстан өз нелерді шикізат қорын шығарса да бірақ оларды өздері өңдей алмайды. Сондықтан да оларды экспорттайды да экспорттарынан кейін сол шетелдегі өңдеген заттарды қайтадан біз қымбатына сатып аламыз, біз шикізат ретінде экспорттаймыз. Сондықтан да бізге осы қиын жағдай болып тұр. Не істеуіміз керек Біз болса? сондықтан да Жапония секілді өзіміздің жаңағыдай тасымалдарды шетелге оқытып, білім өңдейтін зауыт ашу керек. Оны білесің, зауыт ашамыз. Сол зауытты ашу үшін біз дамыған өңдейтін мемлекеттерден маңызды адамдарды шақырып, сол бойынша Қазақстанды тәжірибе өткізіп, сол адамдарды үйренетінімізді үйреніп, ары қарай өзіміз соны дамытуымыз керек. Жақсы, бірінші қатардың несіне қосып кетейік. Жақсы, ал екінші қатар тездетіп айта алайық. Бірінші қатар рахмет. Ұпайларыңызды қойып отырыңыздар. Бірінші топтың ұпайлары. Біз ақштың негізгі мақсаты әлемді көшбасшылықты сақтау. Жақсы. Және сол мемлекеттің негізгі міндеттері, яғни ол әлемде көшбасшылықты сақтау, әскери басымдықты күшейту, олардың негізгі құнды валютасы доллардың бағасы жаңағы әлемде рөлін түсірмеуді олар қатаң сақтайды. Және одақтастар жүйесін күшейту, өзіне қарсы геосаяси мемлекеттердің күшейіп, мықты болып кетуіне жол бермеу осы ақштың негізгі міндеттері. Жақсы. Тағы бар ма? Келесі. Картадан түстеміз ба? ақштың стратегиялық Алматымыз Великобритания, Германия, так, Жапония.
Жатыспаймыз. Міне тұрған ғой. Жақсы балалар, біздер енді жаңа әртүрлі геосаяси ұғымдарды қарастырдық, геокеңістік, геосаяси код деген сияқты, иә. Және соның ішінде Қазақстанның геосаяси моделін қарастырып, және геосаяси стратегияны құрастырып, дүние жүзіндегі елдер бойынша қарастырып көрдік, иә. Бұл жерде сіздер біраз мәліметті білдіңіздер деп ойлаймын. Енді сіздер жаңағы чатқа жібердім ғой, иә. Сол бойынша кері байланыс бере қойыңыздар, мына жерден QRмен кіре қойсаңыздар да болады. Ұпайларыңызды қойдыңыздар ғой, қазір жұмыс дәптерін жинап аламыз, сол бойынша бағалаймыз. Мына QR кодпен кіре қойыңыз, или жұмыс дәптерде де тұр. Бұрын енді білдіңіз, одан кейін қазір бүгін сабақта білдіңіз, және болашақта енді білгіміз келеді. Бізде тарау енді басталды ғой. Ары қарай жалғастырып, келесі сабақтарда субъектілері, объектілері соларды қарастыратын боламыз. Жаздық па? Мен оқып шығамын, маған келіп жатыр. Аттарыңызды жаза кетіңіз, Болды па? Біріншіде жаза қой. Біріншіде жаза қой. Бірінші аттарын жазып кете қой, сөй жерден қарай қой. Жауап бердік қой, жақсы олай болса, дәптеріңізге мынандай тапсырмасын ала қойыңыздар. Қазақстанның геосаясаттағы мемлекеттік мүдделері деген тақырыпта хабарлама дайындап келеміз. Болмаса презентация дайындап келуге болады, сол бойынша сөйлеп қорғайсыздар, иә? Қазақстанның геосаясаттағы мемлекеттік мүдделері деген тақырыпта. Жұмыс дәптерлеріңіздің аты жөнін жазып, ұпайларыңыз ішінде көңіл қойылды ғой, иә? Маған жинап бере қойыңыздар. Жалпы ұпайыңызды есептеп қоямыз, не бір тақырып тексеріп қойыңыз. Тапсырма түсінікті ғой, иә? Жақсы. Бүгін енді геосаяси ұғымына жалпы негізгі сипаттама бердік, оның өзектілігіне, қандай категориялары бар, сонымен таныстық, иә? Ұпайларыңызды дұрыстап есептеп қойыңыз, мен қайтадан қараймын. 5 ұпай алдыңыз, тапсырма түсінікті ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы болды. Сау болыңыз. Общий ұпайды есептеңіз, общий ұпайды. Әлі жазып тұрмын, инспектор Отпа, ап жөндерін жазылса ғой, Общий 15 пайда. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз.